Короче, Бахтияр там Альфонс болды дейді. Неше түрлі сұрақтар пайда болыпты. Соның ішінде Робин Гуд 93-15 деген көрерменімізден Давай былай қалай, хорошо. Мысалға, мәке мен сізден 20 миллион ақша алдым дейді. Оның игерудің өзі екінші сұрақ қой. бизнес бастағанда орынды арендаға алған дұрыс па, әлде сатып алған дұрыс па дейді. Адам бір продуктіге сенсе, егесі, ол продукт хочет сатылады. Әр рецепті шешкен сайын мен болды, мен бәрін білемін деп ойладым да. Если ты такой умный деймін да, 15 жыл болды компанияға. Мен неғып нарада саған келіп консалтинг істеп жатырмын деймін да. Бизнес это делается за чашкой кофе. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей кезекті бейнемізге де келіп жеттік. Бизнес механик каналына қош келдіңіздер. Бакеңмен бүгін керемет табиғатта, қаланың табиғатында сұхбат жүргізгелі отырмыз. Және өткенгі видеолардың ішінен неше түрлі сұрақтар пайда болыпты. Соның ішінде Робин Гуд 93-15 деген көрерменімізден Давай, содан болса қызық болсын. ой қойшы дейді. Бахтияр автомен 60 миллион косякқа кірдім деді. Ал ол ақша басқа адамдікі дейді. Қалай түсіндіріп бересіз, бәке? Күшті әңгіме, иә. Мынандай нәрсе ғой, мысалға, анау мен өзім рилсымда да айттым ғой. Адам бір нәрсеге жетіскен кезде, анау отырғанда тормоздар ғой, өзінің қолынан келмейтін. Жаңа не дейді қазіргі тілмен айтқанда? Пастелдің адамдар ғой үйінде. Әйеліне ғана мәлім. Диванный войска ма? Диванный войскалар былай айтады. Короче, Бахтияр там Альфонс болды дейді. Или Бахтиярдың анау біреусі көмектес, анау көмектес. Короче, мынандай нәрсе ғой. Сырттан мен мысалы Қызылордада жүрген кезде осы әңгіме болды мысалы. Менің партнерім болды. Ол партнер вообще газға қатысы жоқ. Ол мен наоборот о жақта партнер болдым да, яғни аптека жақта. Сол кезде елдердің бәрі ойлады ғой. Короче, Бахтияр болды Альфонс. Бітті. Қатының ақшасын жұмсап жатыр. Мен не істеймін енді? Мен өйткені бір машинада жүреміз, бір жұмыс істейміз. Мен аптекасына барып оны анау айтты ғой, бірінші экспериментім сояқ мен негізі. Консалтингта. Соның ішін бәрін жүйелеп берді, мысалға. Анарада деген қора болып жатқан зданияларды біз кәдімгі конфетке қылып, біздің СТО-ға келсең, кеше ғана как раз соның кісімен сөйлесіп отырсам, сен айтады, сен кеткеннен кейін, сен сатқаннан кейін, ана СТО-ның іші уже құлдырап жатыр дейді. Неге? Өйткені адамның жаны жоқ тұрады. Сол сияқты ғой, давай былай қалай, хорошо. Мысалға, мәке мен сізден 20 миллион ақша алдым дейді. Оның игерудің өзі екінші сұрақ қой. Қазір нарада мен сізге гарантия беремін, 95% адам кредит алып жұмыс істеген. Қарыз алып, инвестиция тартып та. Бірақ қазір мошенник деген атта жоқ, не үшін білесің ба? Потому что ақшаны не істей алмаған ғой, освоить ете алмаған. Болды. Вопрос осында. Кім не десе де, мен өз жолым бар. Келсін де мені тексерсін, пожалуйста. Мен всегда айтамын ғой. Короче, братан деймін да. Мен келемін ғой консалтингтерге. Сен мені тексермей қой вообще. Или тексеретін болсаң, сен просто чортсың, маған нең жетпей тұр болды. Бұлқың жетпей тұр болды. Мен айтамын, мен сенің сұрағын шешу үшін келемін да. Ол менің емес. Мен сенің сұрағын шешу үшін келемін. Анау, еще мынандай сияқты ғой, даже былай қалайықшы. Қазір мысалға менде Аллаға шүкір, ненің несінде келе жатырмыз ғой, мысалға инстаграмымыз бар, басқамыз бар, енді жол аз дегенде елдің алдындамыз. Дұрыс қой? Бұл жерде мысалға мынандай нәрсе бар да. Енді менің жетістігімді олар не істейді, подводный камень іздей бастайды. Қаяқтан шықты бұл вообще? Деген нәрсе бар да. Мен мына нәрсеге көзім жетті де, бір күндер ана консалтингте неде жүрмін ғой мәке. Сол кезде мен мұғалімдерді түсіне бастадым да. Біздің мұғалімдерге баға жоқ екен ғой. Хотя, сен мұғалім арқасында жазуды үйрендің, оқуды үйрендің, есептеуді үйрендің, географияның не екенін, тарихтың не екенін үйрендің, алгебраның не екенін, литератураның не екенін үйрендік та біз. Қараңызшы. Бірақ ана мұғалімдерде баға жоқ та. Анау жаңағы сияқты анау күнде мынандай сұрақ қойылды ше. Ол ештеңе емес, анау социальный сеттің бір плюсы осы да. Інім үй жағына барамын ғой. Інім үй жағына екеуміз інімізбен балыққа кетейін деп жатырмық. Ол қаланың шетінде тұрады. Сөйтемін де мен бұлай аламын да. Как обычно видеомды саламын ғой. Видеомды саламын бұлар. Короче, достар, міне мен балыққа кетіп баратырмын. Көрші сендерге мынандай объявление деймін да, тастаймын да, кетемін. Ертесін азында келсем, біреу жазып жіберді маған. Сен баймын деп жүргендегі артындағы машиналарың анау ма деп. Анау інімнің раннері бар, одан кейін матизі бар. Ана келіншегінің ше, матиз емес, ана Honda Getz деймін, кішкентай машина ғой.
Мен айтамын, братан, если надо, мен просто таксимен жүремін деймін. Не істейсің? Ал мен таксимен жүремін, мен болды. Сенің көзіңмен кедей-ақ бола берейінші. Сол сияқты мына жігіттің көзімен біз Альфонс бола берейікші. Болды. Басқа біреудің ақшасын құртқан бола берейік десеңші. Иә. Потому что соған сол удобно да. Болды. Бірақ енді кімнің ақшасын құртсаң да, бәрібір түбінде жауап бересің ғой. Мынандай нәрсе бар ғой. Ең соңғы күлген адамның күлкісі әдемі дейді. Сен құлайсың ба, тұрасың ба, ең соңында кімсің сен? Болды. Соңғы нәрсе. Мысалға, вот мынандай нәрсе ғой, біз кафеде, вот ресторанда отырмыз, палаудың қалай дайындалатыны сізге шаруаңыз жоқ қой. Сіз аузыңызға саласыз, сосын айтасыз, мен тәтті ма, бұл тәтті емес па дейді. Дұрыс па? Сол сияқты ең соңғы біз давайте там 3 жылдан кейін қарайық, 5 жылдан кейін хорошо, егер де мен сондай сол жігіт ойлаған сияқты чорт болсам, 2016-дағы әңгіме анау. 2016-дағы әңгіме. Мен сол сияқты чорт болсам, мәке сіздің қасыңызда не істеп отырмын? Сіз номер 1 ютуберсіз ғой? Чимбетте. Мысалға да. Біреулер Қазақстанда дейді, Чимбетке түсіріп жібердіңіз ғой. Мысалға мен Есентайдың жанында не істеп отырмын? Мысалға алатын болсаң да, вопрос не в том, что сен құладың, тұрдың, отырдың, жүрдің. Вопрос в том, что сен кім болып қалдың ғой сұрақ. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Екінші комментарий Тахиян не поможет деп маған айтылған екен. Сіз жауап беріңізші. Тоғайдағы әңгіме ғой. Күшті айт. Құдай. Тоғайдағы әңгіме білесіз ба? Оқиғасын. Бір күн мынандай болды ғой менде. TikTok бар ғой. TikTokқа мен бір күндері Instagramға салам. Instagramда жақсы отзывтар келеді да маған. И TikTokқа салам. TikTokта бір күні бірдеңе жемейші деп жазып жатады да. Блин, жыным келіп салмайтын тұғым ана. Қазір наоборот салатын болдым да. Неге? Потому что TikToктағы адам біздің халқымыздың өрігін көтеретін адам да. Мысалға біз мына Есентайдың жанында жүрсің, біз анау Төле биден төмен қарай, Алматыдан төмен жағында. Не отқан біз білмейміз да. Instagram, яғни мысалы Facebook это бізде государственный болып кетсе, Instagram это шамалы более-менее жаңа не адамдар болса, орта. А мынау біздің халық та. Мен тұрамын да, мен айтамын, о, жақсы болды, мына халыққа не бере аламын деймін да. Соған адаптироваться етемін да. Сол жерде вообще әңгімеге, басқа әңгімеге кетеді ғой, короче. Сол сияқты мына жаңағы Тахия не поможет деп отқандар, солардың адамдары. Жаңа тоғайыңыз бөліп жүрін айтып жүрші. Тоғайда андай, бір күн хан өзінің елін көрем деп шығады ғой. Сөйтіп, енді өзінің хан кейпінде емес, кедейдің киімін киіп алады. Сөйтіп біреу барса қамыс орып отыр екен. Не істеп жатсың? Патшаға қамыс орып отырмын. Айтатын уәжім бар еді, осы қамысты апарып берсем деп. Ол патша ғой, саған қамыстың не керегі бар? Апарып бергенде кетер деп қуып жүрсе не істейсің? Десе, онда ойшым ана ұятты сөз, енді бірақ мәдени түрмен айтқан кезде Тахиям жемесін деп айтады ғой. Бопты оны патша кетіп қалады. Патша кетіп қалады. Арада 2-3 күн өтеді, ана қамысын орады. Патшаның алдына барады. Сөйтіп танып қойды ана патшаны. Өткенде деп қалады ана айта алмай. Айта бер, не болды? Мұны хан ием қамыс алып келдім деген ғой. Не үшін алып келдің? Уәжім бар еді дейді. Сол уәжімді шешуге осы қамысты сыйға тартқым келіп тұр дейді. Мен патшамын, қамысың не керегі бар? Алмай қойсам не істейсің қамысың деген. Алмай қойсаңыз тоғайдағы әңгіме ғой деген ғой. Сол сияқты. Сондықтан сіздің әңгімеңіз ғой бағанағы айтып басқаныңыз. Так, екінші Нұртілек Махуов деген көрерменіміз бизнес бастағанда орынды арендаға алған дұрыс па, әлде сатып алған дұрыс па дейді. Бизнес бастағанда ол ойланатын түгі жоқ, тек аренда ғой. Неге? Мысалы, былай алайықшы, аренда зданияны сатып ал сен 10 миллионға. 10 миллион сізге там айына 300 мың теңгеден аренда келетін болса, сіз қанша уақыт ақтайсыз? Бір жылдың өзінде 3 миллион табамыз. Енді болды, есептеңіз да. 3 жыл, 4 жыл әшейін просто 10 миллион заморозка етесіз. Ал енді екінші сұрақ. Сол 10 миллионға товар әкел, үстіне 15% қой. Жылына, аптасына 1 рет айналдырыңыз, жылына 52 рет айналдырыңыз. 15% 52-ге көбейтіңіз. Қанша болады?
1,5% сіз, то есть енді 10 миллионның 1,5% қанша сумма болды? Калькуляциямен салсаң бітті да? Бітті. Вопрос осында да, даже вот мен давай 1,5% деп алмай ақ қойшы, 100% деп алшы, 10%-тен 10 лira қатыс. 10 миллионға 10 миллион сен, яғни бір жылдың ішінде неге товарға салсаңыз 10 миллион салдыңыз, 10 миллион қайтты да жылдың аяғында. Ал енді зданияға бір жылда 10 миллион салдыңыз, сол 10 миллионыңызды 3 жылда қайтарасыз. Әдем жауап. Так, нөлден бастайтын 3 бизнеске тоқталсаңыз дейді. The Arlans 007 деген көрерменіміз нөлден бастайтын 3 немесе 5 бизнеске тоқталсаңыздар және қысқаша жолдары туралы дейді. Мынандай нәрсе ғой, Мәке. Мен көп жағдайда айтам ғой, мысалы, бизнес делается вообще за чашкой кофе деймін. Болмаса бизнес ақшасыз басталады деймін да. Адамдар сенбейді оған. Бизнес ақшасыз басталады деген кезде адамдар сенбейді, короче. Сол кезде мен мына нәрсені түсіндім да. Адамдар үшін бизнес десе бірінші ақша деп тұрады да, ақша деп тұрады былай. Мен наоборот, ақша салған бизнестерім құлады да. Ақша салмаған емес, ақша салған бизнестерім құлады. Мен мысалға давайте былай алайық, газды қалай бастадық. Бағана как раз бірінші ненің жауабы осы жерден өздері талқылап алсын. Қазір мысалға маған клиент келеді. Газ. Сөйтемде мен қалтамда ақша жоқ қой. Мен 35 мың теңге ақшам бар. 35 мың теңгем бар. Клиент келеді маған. Клиентке айтамын: аға, жарты ақшасын тастап кетесің. Мебельдер сөйтіп істейді ғой. Жарты ақшасын тастап кетесің. Сөйтесің де 3 күннен кейін келесің дейді. Мен есем ана ақшаны аламын да, неге салам? Товарға жіберем. 3 күннен кейін товар келеді, майшасын қойып берем. Жарты ақшасын береді ғой. Қайттан аламын да, мен істеймін. Товар алып қоямын уже. Екінші майша уже менде бүтін. Енді ол екінші майшаның ақшасын аламын да, қайттан. Мен сөйттім да, мысалға, бірінші клиенттен предоплатын алдым 50%. Бірақ уже 15-ші клиенттен кейін мен уже автоматын 500 мыңға өзімнің жеке товарым іште тұрды. Бірінші әңгіме. Мысалы, екінші әңгіме, мысалы, мебельный цехты алайық. Мебельный цехқа там придумать ететін еш нәрсесі жоқ қой. Екінші бизнес деп алайық. Мебельный цех қалай? OLX-ке кір. Неге кір? Мысалға, Инстаграмға кір да, таргетке. Әр кетсе 20 мың теңге ақшаңды сал. Айт, мен мебеліңді істеп берем. Барасың, түк өлшейсің. Үйіне барасың да. Өзің. Сөйтесінде қалада цехтар көп. Біреу фурнитура сатады, біреу несін жасайды. Жаңағы кесет деген сияқты. Соларға барсың, проект сызғыласың. Эскизін сызғыласың. Эскизін сызғаннан кейін не істейді? Клиентпен келсесің, айтасың: вот, эскизін андай айтады. Не істейміз дейді. Ол тұрады да, жарты ақшасын береді да. Мебельде 1 к 1 минимум болады. Сен аласың, жарты ақшасын аласың, мына балдардың ақшасын беріп тастайсың. Бәрі біткен кезде не сен балдардың аласында бір установщикке звондайсың да. Құрып бердіңіз. Сонда сен бар болғаны организовать етесің. Немесе бірде күні бізде мынандай жағдай болды, мысалға, тағы да бір бизнестің түрін айт. Үшінші бизнес кетіп отыр. Алматыда бір жігітпен кездестім. Алматыда отыр жалғыз өзі. Қасында 2 қызы бар. Ана 2 қыз өзі таргетпен айналысады, реклама жүреді жаңа жігіт. Бір қыз не істейді? Бір қыз клиентпен сөйлеседі. Енді бір қыз ана жақтан медсестралар дейді. То есть оның жұмысы қандай? Услуга, үйге барып капельница салып беру бар ғой. Үйге бар, укол салып беру ше? Укол салып беру. Бір жаңа егесі реклама жібереді. Компанияң. Енді егесі келеді ғой. Клиент звондаған кезде бір қыз жауап береді. Енді екінші қызға береді де, екінші қыз не істейді? Сол қаладағы бүкіл медсестраларды OLX-тен тауып алған ғой. Оларға айтып қойған: менен клиент келеді, мен сендерге жіберемін, кім алып қалады? Сол барып алсын, 50-50 бөлсеміз. Яғни, ана таргет реклама жібереді, біреу услуги медсестры на дому деп. Сөйтіп ана үйінде отырған шығуға ерінетіндер, немесе мүмкіндігі жоқтар хабарласады. Болды, үйге укол салып бер маған. Назначениең бар ма дейді. Бар дейді мұны. Сөйтеді укол барып салып береді. Болды. Ана мен 20 мыңға келсе, 10 мың теңгесін медикке алады, 10 мың теңгесін өзінен алады. Сондай схема, жақсы. То есть клиент уже наяққа прямой төлейді, но бірақ мыналар медикке төлейді. Тағы бір несі. Үйіңде сенде пылесос бар, тряпка бар, дұрыс па? Алда OLX-ке салып жібер, мен үйіңді барып тазалап беремін. Клининг. Офисіңді барып тазалап беремін.
қазір overstock ұстамайды адамдар. Бірақ қазір ғой, ол жай ғана плюс olsun қызық емес шығар. Сен анау Былай алайықшы Мәке, давай. Парвы нең бар ма деп сұрайды ғой. Вопросты былай қылып алайықшы. Мынау терезені сүрту үшін, мына терезені сүрту үшін бар болған ынта керек. Ынта керек. Өйткені ынта болса, сен любой нәрсені сатасың. Ынта. То есть мен мына нәрсеге сендім да, Мәке. Мына жерде сұрақтың вообще қателігі қай жерде екенін айтайын ба? Вообще сұрақтың қателігі ана адам өзінің сенімсіздігінде. Мен білесің ба? Адам бір продуктіге сенсе, егесі, ол продукты очень қош сатылады. Мысалға анау Балиде болдық қой екенбіз? Иә. Анау дубақтың боғы. Аңның боғын кофе деп сатып жатыр. Кімді алдап жатыр десеңші? Вопрос, аңның боғын кофе деп сатып жатыр. Ең қызығы, ең қымбат кофе да бұл. Ең қымбат кофе. Мен сол кезде мынаған нәрсеге сендім да, мынау бұл енді обширный әңгіме болып кетуі мүмкін. Сонда да айтып өтейін, маған бір қызық болып тұр. Мысалға, пирамида. Әлемдегі 7 кереметтің бірі. Әлемдегі 7 кереметтің бірі пирамида 25 жыл салынған. 3 миллион блок қойылған анаға. 3 миллион блок қойылған. Бір блок есептесе, 1 минутта бір блок қойылып тұрған. 1 минутта бір блок қойылған. Бір блоктың салмағы 3,5 тонна. Есептеңіз, қазіргі мен деп тұрған технология, мен деп тұрған бастарың, мен деп тұрған IT-ің, мен деп тұрған краныңмен, мен деп тұрған дроныңмен, мен деп тұрған самолетіңмен, вертолетіңмен, танкіңмен адамдар бастар жетпеді, қалай оны салды? 1 минутта бір блок қойылып отыр, 3,5 тонна. Енді ең қызығы, мынау ненің блоктың ортасында лезбе ететін қылтанақ жоқ та. Не салды оны? Сенімді. Вера. Болмаса тағы да бір нәрсесін айтып берейін. Именно осыған келгенде. Мысалға, көшеде жүрген қыз, просто сен өзіңе сенімді болған кезде көшеде жүрген қыз саған сенімді болады да. Сосын не істейді, сен көшеңе барады да, үйіңе келіншек болып түседі. То есть, өзіңе деген сенім жоғалған күннен бастап, сен ешкім қандай клиент сені. Жақсы, әдем мысалдар. 4 мысал кетті сұрағыңызға. 5-ші мысалды мен айтсам рұқсат па? Біз мысалы қазір Мейрам киностудиясы бүкіл Қазақстан бойынша киноға түсіріп жатырмыз. Аллаға шүкір, мінекей Бәкең біздің бизнесімізді жүйеге қойып, Алла қаласа енді Ташкенттен, Стамбулдан филиалдарымызды ашқалы жатырмыз. Дәл қазір уақытқа бізге сценаристер, режиссерлар қажет болып жатыр. Егер де бір оқиға құрастыратын, фантазиясы дамып кеткен, немесе бір кино сценарий жазатын мамандар бар болса, соның өзін жай ғана серіктес қыламыз еще. Бизнеске айналдыруға болады, келіп, хабарласып, нөлден сценарий жазу тегін, нөлден бизнесмен басталып жатыр. 5-ші мысал. Болды, не керек? The Арлансқа. Так, жауынгер воин деген көрерменіміз, ассаламалейкум дейді. Хоз товар сантехника лака краски деген шығар. Осындай тауарлармен қалай жұмыс жасауға болады? Жалпы сатуға деген дейді. Минимум ассортимент деп айтып жатыр, соның ретін түсіндіріп жіберсеңіз дейді. Давай былай түсіндірейік. Ассортимент деп адамдардың көп бизнесмендердің қателігі. Анау мен даже продуктовый магазин алдында айтып өттік қой. Сол жердегі бірден бір қателігі ол ассортимент қой, білесіз бе? Айттым оны. Продуктовый магазиннің бірден бір қателігі, есіңізде болса, ол ассортимент. Ассортимент көбейткен сайын компания ақшасы жоқ болады. Енді ассортимент деп неге адамдар ассортиментке көңіл аударып жүреді, білесіз бе? Потому что өзінің опять продуктысын сенбейді. Клиенттен қорқа береді. Клиенттен қорқа береді. Мысалға қараңыз да, ассортимент деп мысалға міне мынандай нәрсе да, мысалға міне iPhone 5-ақ түрінде сатады. Но телефонның түрі көп қой. Бірақ iPhone 5-ақ түрінде сатады. iPhone, iPad, Mac, наушник, зарядкасы. Болды. Былай алатынбыз. Бір 5-ақ түрлі нәрсе сатады. Бірақ олар ассортимент деп тұрған жоқ. Олар не істеп жатыр? Олар мен продуктымды ал деп олар рекомендация беріп жатыр да. Немесе басқа тілмен алайық. Сен стоматологқа келіп тұрсың. Стоматологқа келіп айтпайсың ба, братан, короче, ассортимент. Стоматолог врач ретінде саған айтады да, короче,
міне мына тіс салсаң сенде мынандай болады, рекомендация береді, мына тіс салсаң мынандай болады деп. Сол үшін де лакокраска сату жағына келетін болсаң, бірінші сен просто самый ходовой товарды определять етіп ал да. Оны қалай определять етесің? Қазір мысалға инстаграмға или неге жазсаң, мысалы даже гуглге жаз, тұрасында айтасың, короче, ең көп өтетін краскіде сен Google ответ береді. Или қазір чат GPT бар. Жаз. Сосын соны ал да, сен 3-5 ассортиментті ал да, интернетке сал, неге сал, мысалға жаңа. Ассортимент алмай тұрып па, тестілеп? Иә, суретін сат та бұрыс. Әшін суретін ғана саласың. Суретін сат болды. Қанша адам хабарласа тексеріп көресің. Гипотеза болды. Одан кейін бар шынымен соған қайсысына көп заявка түсіп жатыр, соны магазинге әкеп қоясың. Болды. Орда сіз предлагать еткен нәрсені алса, онда дальше кеттік. Ал енді сіз предлагать еткен нәрсені алмаса, онда ассортиментке қатты басыңыз артылың. Просто бірінші сурет сату үйреніңіз. Сурет сату үйрен. Жақсы не екен? Бірінші сурет сату үйрен. Мәке, вот мысалға давай, мынау сұрақтардың өзін былайын алып келген кезде біз екеуміз жұмыс істеп жатырмыз ғой. Дұрыс па? Екеуміз жұмыс істеп жатырмыз, біз не істеп жатырмыз? Давайте енді мысалы мынау жаңа стартаптар болсын. Енді бұл бұдан бөлек те бізде кәсіпкерлер бар ғой. Олар возможно жаңа кәсіпкерлердің шамалы несі бар ғой. Возможно қоймауы мүмкін сұрақты. Возможно, давай тыңдай, мыналар кімдер деуі мүмкін вообще. Кто такие умники деп ше. Жаңағы инфо-цыганы болмау үшін давайте біз өзіміздің жұмысымызды бір айтып жіберейік. Екеуміз жұмыс істеп жатырмық мысалы. Мысалы өзіңіз енді примерно маған образ беріңіз да. Мысалы мен екеуміз Алматыда бір форумда кездестік, шай іштік, жұмысқа түсіп кеттік. Басында әртүрлі оқиғалар естідік па, ана бизнесті жүйелеу. Енді менің ойымда әр этап сайын болды, мен барлығын білем деген бір ой туындағанда осы уақытқа дейін. Бизнесті жүйелеудің негізі маркетинг деп ойлап келгем осы уақытқа дейін. Мен маркетингті құрып алсам, клиент тоқтамай келеді. Клиент тоқтамай келіп жатса, ақша бар. Болды, мен барлығын үйрендім деп ойладым. Сөйтіп, бүкіл воронға келді, сатуға келіп тұрып қалды. Ол сатуды тағы бір жыл разбирать етіп жүрдім. Қалай оны тоқтамай жүзеге асыруға болады. Сатуды аштық. Сөйтті, ең соңында келді, кино түсірілімге келіп, производствоға келіп тіреліп қалды. Енді клиент бар. Иә, клиент бар. Маркетинг жұмыс істеп тұр. Бірақ түсіріп үлгермей жатырмыз. Клиентке өнімді жасап үлгермей жатырмыз. Сонда, бұны қазір мен шешу керекпін дедім. Сөйтіп, бірақ осы жерде мен өзім ұстап алдым. Мақұл, бұны шешем. Тағы бір проблема шығады. Қайтан маркетинг, қайтан сату, қайтан өстіп айналып жүре берем. Өмірім өтіп кетеді ғой мен. Бұны, значит, мен жүйелі түрде шешуім керек. Фундаментін қойып тастайын. Сосын қанша этаж болса да көтере берем. Әр этапты шешкен сайын мен болды, мен бәрін білем деп ойладым да. Бірақ бизнестің түбінде бизнесті жүйелеу деген не екенін білмейді екенбіз да. Негізі осы туралы бір кішігірім түсініктеме беріп жүрсеңіз, бизнес жүйелеу деген ол не өзі? Давай былай алайық. Кайдзеннің тілімен, Японияда кайдзеннің тілімен бір күшті бір ақ сөзбен айтқанда бұны. Поко йоко деп. Ол не деген сөз? Орысша тілмен айтқанда ол защита от дурака, защита от ошибки деген да. Немесе біздің қазақтың тілімен алатын болсақ, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген да. То есть мысалға любой аурудың ол астында тұрған бір тамыры, түбірі бар да. Не үшін бұл ауру пайда болды деген. Не үшін бір ауру? Психологтарға барсаңыз, тізең ауырса, папаңмен жұмыс істе дейді, белің ауырса бірдеңемен. То есть любой аурудың шешімі бар да. Мысалға мен енді сол компанияларға кірген кезде сол Poco 2-мен кірем ғой, аналитический кірем да. Poco 2-ні қалай жасаймын мысалға? Мен просто мысалға біздерде MBA-де мынандай сабақ болды, бизнес исследование деген. Вот аналитика, бизнес аналитика. Қалай жасалады деген кезде, мысалға міне қазір шым-шытырық оқырман болып отырады. Вроде там сіздің ситуацияңызда мысалы клиент толып тұр, очередь тұр, 50 күн, 60 күнге, бірақ астындағылар үлгермей жатыр, дұрыс қой? Мен не істеймін? Просто аламда жан-жақтан информацияны жинаймын, 80% ашық тұрған информацияны жинаймын, чик-чик-чик-чик-чик. Өзіңіз көрдіңіз ғой, мен жағалап жүріп жинадым информацияны. Сөйтемде бәрін басын қосқан кезде 20% проблеманың несі шығады ғой, следствиесі шығады. Болды, мен 20% проблеманың следствиесін алдым ба, сол жерден қазам да, сол жерден қаза берем, болды. Жаңа Ақтауда да дәл осыны істеді, мебель. Аптечный бизнесте дәл осы да. То есть бірінші біз информацияны жинап аламыз, жаңа ғана тағы да қазір термин тілдер узкий горлышко дейді. Қай жерге тіреліп тұр, мысалы оны таудан су ағып жатыр, таудан су ағып келатыр. Бірақ платинаны салып тастады да. Енді сүйді су жиналады ғой. Енді платинаның несін
анау несін шлюздарын ашып отпаса ана су жарылады да. Өте керемет. Осы жерден көрермендерге көптеген мынау сөздер, ұғымдар түсініксіз болып қалуы мүмкін. Жалпы біз өзіміздің басымыздағы мысалды қалай осыны жүзеге асырдық. Иә. Соны кішігірім түсіндіріп кетейін. Бізде Мейрам балалар киностудиясында біз балаларға арналған кинолар түсіреміз. Және ол жерде біз алғашқы таргетімізді жіберіп, немесе алғашқы рекламамызды жіберіп, өзіміздің клиенттерді алып келіп, түбінде сол клиент қолына өзінің өнімін алып кеткенше есепке салдық. Бәкеңнің есебі бойынша сол кезде клиентке реклама көрсетілгеннен бастап өнімді алғанға дейін 90 күн уақыт өтеді деген. Таргет жіберіледі, оған обзон жасалады, ата-ана кастингке келеді, оған кино түсіріледі, сценарий жазылады, монтаждалады, дыбысталады, боялады, бала оқу, бір ай актерлік шеберлікке оқиды. Соның барлығын есептегенде 90 күнге созылады екен. Енді осы бағанағы узкое горлышко ең мәселенің түбін зерттеу арқылы біз қай жерден уақыттан ұтылып жатқанын көрдік. Яғни жалпы бүйтіп айтқан кезде клиент бізге 20 клиент жиналады да бізге 10 миллион теңге береді. Осы 10 миллион теңгені біз 3 айда обработка жасап алып отырмыз да, 90 күнде. Біз ана узкое горлышканы табу арқылы біз сол көбірек ақша кетті. Иә, біз уже монтажерлар бір айда емес, мысалы бір аптада бітіру үшін біз оларға 2 есе ақша бердік. Бұрын мысалы 200 мың берсек 400 мың бердік деп есептейік. Бірақ біз сол ақшаны уже бір айда алып отырмыз да. Яғни клиенттің берген 10 миллион теңгесін біз бір айда обработка жасап. 3 ай емес уже. 3 ай емес. 3 есе өсіп кетті компания. Иә, ақша тезірек айналып жатыр компанияда. 3 есе қағазда өсіп тұр. Құдайға шүкір, қазір 1,5 есе өсті фактически. Алла қаласа бағанағы айтқанның барлығын жүзеге асыратын болсақ, уже 3 есеге оңай өтетін боламыз. Енді ол жерде узкое горлышканың бір мысалы, біз мынандай оқиға болды. Бізде Ақтаудан, Алматыдан, Шымкенттен, 3 қаладан бірден киноға тапсырыс түседі. 3 бірдей тапсырыс түскеннен кейін, үшеуіне бірдей кино түсіріледі. Бірақ оның монтажы бір адам жасайды. Бір адам түсірді, соның командасы. Режиссер, оператор, монтажер барып кірісті. 3 қаланы бірден түсірді. Барлығын бірден монтажы отырғызған кезде, әр видеоға 5 күннен кеткен кезде 15 күн жай ғана монтажда отырады. Және келесі киноны түсірейін десе, әлі бос емес, өйткені монтажерлары қасында жоқ. Өйткені монтажердің өзі солардың операторлары. Біз жай ғана алып, осының барлығы қай жерге тірелетінін Бәкеңнің методикасы бойынша зерттедік. Сөйтсек монтажға келіп тіреліп отыр екен. Сөйттік, біз не істедік? Бүкіл монтажды өзімізге алдық. Енді сіздердің жұмыстарыңыз тек қана түсіру, монтажды өзіміз жасаймыз, өзіміз төлейміз. Сондықтан да оған бастарыңызды ауыртпаңыздар деп, сонда 15 күнді біз бар жоғы 5 күнге қысқарттық. Мен всегда айтамын ғой, Мәке. Бизнес это делается за чашкой кофе. Бұл айтайын деп жатқаным бар бізде, кеше мен Ақтауда болған кезде, біз жүйені қойып жатқан кезде бір жігітке маған әңгіме айтады да. Короче, Бәке, сіздікі несправедливо дейді да. Мен айтамын, не қай жер десем, сіздер продажниктерді біздің іште жұмыс істеп отқан адамдармен бірдей бөлмеуіңіз керек дейді да. Айтады. Или финансисті бізбен бірге бөлмеуіңіз керек дейді да. Мен тұрдым айттым, хорошо. Не ол бөлмеуіңіз керек деген? Мысалы, бізде білесің ғой, поровный ақша бар ғой. Иә. Партнерский ақша бар ғой? Иә. Енді мысалы, мен сіз 100 мың алсам, мен де 100 мың алуым керек. 500 мың алсам, мен де 500 мың алуым керек. Аз алу керек, біз көбірек алу керек деп жатыр ғой. Жұмысшы деп айтады да. Сол жерде мен тұрамын да айтамын, хорошо, если ты такой умный деймін да, 15 жыл болды компанияға, мен неғып нарада саған келіп консалтинг істеп жатырмын деймін да. Сұрақ сенің аяғыңды жұмсағанда емес, бас істемейтін адам ол 2 аяққа күш түсіреді. Қазір ол просто заман, бастың заманы деймін да. Логиканың заманы, ойланатын заман, аналитика жасайтын заман да, шешім шығаратын заман да. Сол мысалы сіздердің нелеріңіз, мысалы біз барып ішіне барып монтажердің орнына барып компьютердің алдында отырған жоқпыз ғой, дұрыс па? Біз оны сыртынан алдық та, не істедік? Олардың сұрағын қалай шешеміз деген. Тек шешу үшін. То есть мысалы мен айтайын деп жатқаным, компанияның иесі, біз алдында өзіңіз айттыңыз, компанияның иесі 10 сағат уақытының 4 сағаты, мен компаниям 3 жылдан кейін қайта болу керек. 4 сағат уақыты мынау қазір продажа 2 есе 3 есе өсу үшін стратегический сұрақты ойлау керек. Тағылған 2 сағат уақыты не істейді? Просто алады да ішіндегі финанспен контроль жасау керек болды, аналитика жасау керек. Әдемі. Ана бизнесті жүйелеудегі енді бір қысқа жауаппен түсіндіріп берсеңіз, оның алдындағы жауабы бір обширный болып кетті. Дамба болды, узкое горлышко болды.
қысқа бір сөзбен. Қысқа жауаппен алатын болсақ, любой компания мен 4 этаптан өтемін ғой былайша алғанда. Бірінші этап это команда дұрыстап аламыз. Екінші этап уже лин технология ендіреміз, американский. Үшінші этап біз финанс дұрыстаймыз да, партнерлар шығарып, и автоматизация қоямыз да. Төртінші этап не істейміз? Ішіміздегі адамдардан кәсіпкер, бір кәсіпкер шығарамыз да, бүкіл Қазақстан масштаб ашып кетеміз болды. 4 этап. Мен осыны бүйтіп түйіндеп көрсем, бизнесті жүйелеу деген ішіндегі әрекеттерді, процесстерді барынша автоматтандырып, өз жеңілдету арқылы барлығы ұтыста болатын схеманы жасау. Вин. Болды. Клиенттен бастап, мына поставщик. Клиенттер риза болу керек, ішіндегі ұжымдастар да риза болу керек. Бастықтар риза болу керек. Директор де, инвестор де, поставщик де. Даже уборщица риза болу керек. Даже уборщица. Яғни бизнесті жүру деген осы. Жақсы. Адам тіл табу болды. Неге құрметті көрермендер, сіздерге осы бөлім маған өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген сенімдемін. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, комментария қоя беріңіздер. Я барлық сұраққа осылай сұрақ жауап ретінде толыққанды айтып отыратын боламыз. Тек қана сәттілік.